сабағымыздың тақырыбы функцияның өсуі және кемуі. Алдыңғы сабақтарда біз функцияны тек қана графигін салып, 7 пункттен тұратын жоспармен жүргіземіз, және ол жерде туындыны қолданған жоқ болатынбыз. Енді біз функцияның туындысын табудың реңіне осы туындының қажет туындыны қолданып, оның өсу және кему аралығын анықтай аламыз. Бұл сабағымыздың оқыту мақсаттары функцияның аралықта өсуінің, кемуінің қажетті және жеткілікті шартын білу, функцияның өсу кему аралықтарын анықтау. Енді алғашқы білімімізді қайталауға біз жалпы алғанда функцияның графигін салу арқылы қай аралықта кемиді, қай аралықта өседі, және қай аралықта қандай таңба тұрақтылық аралықтарын анықтауға боламыз. Мысалы, -1-тен -3-ге дейін функция графигі төмен түседі, яғни ол жерде кемиді деген сөз. Ал -3-тен 4-ге дейін функция графигі жоғары көтеріледі, яғни өседі деген сөз. Ал 4-тен 3-ге дейін функция тағы да төмендетіледі, ендеше бұл жерде кемиді деген сөз. Мына жерде де мысалы -3 жағынан -7-ден өседі, -7-ден 1-ге дейін функция кемиді, ал 1-ден бастап 4-ге дейін функция өседі. Осындай 3 түрлі қасиеті бар. Теорема бойынша бірінші мынандай деп айтады, яғни функцияның белгілі бір аралықта өсуінің, кемуінің қажетті және жеткілікті шарттары беріледі. Бірінші теорема бойынша егер функция кейбір үздіксіз функцияның туындысы қайсы бір аралықта болса, онда бұл аралықта функция өспелі болады. Екінші теорема бойынша қандай да fx функциясы үздіксіз болып, оның туындысы кейбір аралықта теріс болса, онда бұл аралықта функция кемиді дейді. Осы айтқандарымызды енді біз мына график бойынша, мысалы -4-тен 2-ге шейін функция, -4-тен 0-ге шейін функция өсіп келеді. Ендеше бұл аралықта оның туындысы 0 болады деген сөз. Ал 0-ден 4-ге шейін аралықта функция кемиді, ендеше бұл аралықта теріс болады. Ал 4-тен 8-ге шейін аралықта функция өсетін болғандықтан туындысы 0 болады. Сол сияқты мына суретте -4 пен 6-ның аралығын қарайық. -4 пен 6-ның аралығында функцияның графигі берілген. -4 пен 6 анықтау облысы болады. Мәндер облысы мысалы -4-тен 2,5-ға дейін болады. Мәндер облысы яғни 1-гі. Ал -4-тен бастап бұл 1-ге шейін функцияның графигі жоғары өрлейді, яғни өседі. Ал 1-ден бастап 6-ға дейін төмендейді. Ендеше өседі -4-тен 1-ге шейін бұл аралықта функцияның туындысы 0 болады деген сөз. Ал 1-ден 6-ға шейін туынды теріс, ендеше бұл жерде функция кемиді деген сөз. Яғни жаңағы айтылған функцияның өсу кемуінің жеткілікті қажетті шарттары осы жерде қолданып отырмыз. Енді осыған мысал қарастырайық. Айталық мына монотондық аралықтардың табу ретін береміз. Функцияның анықталу облысын табу керек бірінші. Одан кейін функцияның бірінші туындысын табу керек. Үшінші крестік нүктелерін табу. Біріншіден туындының таңбасын зерттейміз. Жауабын жазамыз. Мысалы, функцияның монотондық аралықтарын табыңыз деп бізге берілген функция y-тен x-тің 3 дәрежесі алынған 3x-тің квадраты. Бұл бірінші анықталу облысын табамыз. y ол x тиісті r нақты сандар жиыны. x-тің орнына кез келген оң сан, теріс сан, нөлді білеміз. Бөлшектер бәрін қойғымыз. Екінші, бірінші ретті туынды табамыз. Екінші пункт бойынша ол бірінші рет туынды деген сөз, бірінші рет алынған туынды айтылады, сондықтан 3x квадрат минус 6x болады. Одан кейін келесі крестік нүктені табу керек. Крестік нүкте дегеніміз қауіпті нүктелері, яғни функцияның туындысы 0-ге дейін нүктелері болады. Ол бізде ол үшін біз 3x квадрат минус 6x-тен 0 деп аламыз да, осыдан 2 түрлі аламыз. x-тен 0-ге, x-тен 2-ге. Енді бірінші ретті туындының таңбасын зерттейміз. Таңбаны зерттеу үшін біз бірінші мынандай кесте құрып аламыз. Кестенің бірінші жолына x-тің мәндері жазылады, яғни x бірінші -x-тен 0-ге дейін аралық, одан кейін 0 крестік нүктесі келесі аралығымыз 0-ге шейін
одан кейін 2 тесіп нүктесі 2-ден плюс 6-ге дейін. Сонда барлығы мына жерде 3 аралыққа бөлініп тұрады болғысы. Екінші жолға функцияның туындыларын жазамыз. Яғни бұл аралықтарда функцияның туындының таңбасы қандай болатынын анықтаймыз. Енді осыған тоқталып кетейік. Мысалы, плюс екенін қайдан білейік? Минус x-тен 0-ге дейінгі аралықтан қандай да бір сан аламыз айталық. -1. -1 деген мәнді біз мына жерге қоямыз. 3 -1-дің квадраты алдын -1. Сонда мына жерде шығады бізде 3 қосылған алты деп таңба плюске айналады. Плюс 9 шығады. Олар болса таңбасы 10 болады. Кірес нүктедегі 0-ге тең болады өзі бір кейбір. Келесі 0 мен 2-дің арасынан кесілген бір сан аламыз. Мысалы, ол 1. Бірдағы туындыны қоямыз. 3 көбейтілген 1-дің квадраты алдын 6 көбейтілген 1 теріс сан шығады. Өйткені жерден 3 шығады, ертең 6 шығады. Немесе алтын алғанда -3 теріс таңбасы. Енді 2-ні қоятын болса, кірес нүкте болғанда болады. 2-ге, ал 2-ден плюс 6-ге дейінгі туындың таңбасын тағы да анықтаймыз. Ол үшін 2-ден 2-ні саналамыз 3-ті. Бұл жерде 3-ті қоятын болса, 3 көбейтілген 3-дің квадраты алдын 6 бөлінген 3 деген сөз. Ол бізде болады. 3-дің квадраты 9. 3-ке 27. Yerде 6 бөлінген 18. 27-дің 18 оғасын плюс 9 шығады. Ендеше таңба плюс 2. Енді бірге 3-ші жолда функцияның қалай өзгеретіні туралы тұр. Яғни мына жоғары бағытталған өседі деген белгі, төмен бағытталған кемиді деген белгі. Мына жерде тағы өседі. Сонымен біздің берген функциямыз минус x-тен 0-ге дейінгі аралықта, 2-ден плюс x-ге дейінгі аралықтан бөлігінде өседі. Ал 0 мен 2-дің арасында функция кемиді екен. Осы сияқты сіздерге келесі тапсырма өсу және кему аралығын табыңыз дейді. Ал жағдайда 3 тапсырма беріліп тұр. Яғни сіздер өсу және кему аралығын табу үшін не істеуіңіз керек болады? Функцияның туындысын табамыз. Яғни бірінші ретті туындыны табамыз. Әрқайсысынан бірінші рет туынды тауып, осы туындының таңбаларын анықтаймыз. Туынды таңбасы мол болған кезде ол аралықта өседі, теріс болған кезде ол аралықта кемиді. Екінші бұл жағдайда, яғни деңгейлік тапсырма, мысалы А жағдайын шығарып келеміз, бұл жағдайын шығарастыр. Бұл 2 тапсырма істеме. Так, өсу және кему аралықтарын табыңыз деп үй жұмысына беріледі. Мұнда да 4 есептік жаңағы шығарған есептеріміз бойынша анықтаймыз. Осы есептердің жауаптарын шығарып маған жіберіңіздер. Тағы да кітаптарымыздан 220 бетте есептен 7-7 деген тақырыптар бірінші есебін шығарып бересіздер. Назарларыңызға рахмет.